Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Әр адамның өмір жолы ерекше. Бұл жолда әрқайсының жасауға тиіс ісі мен таңдауы болады. Кейде сол таңдауды жасаса да, өз өміріне көңілі толмайтын жандар кезігеді. Шынымен өмірін өзгерткісі келеді. Дегенмен, қайдан және қалай бастауы қажеттігінен бейхабар. Дәл қазір көз алдыңызға кім елестеді? Бұл дәл қазіргі сіздің жағдайыңыз шығар. Ендеше назар аударыңыз, бүгінгі видео өміріңізді өзгертуге арналады. Достар, каналыма жазылып кетіңіздер. Өміріңізде қандай да бір өзгеріс орын алсын десеңіз, есіңізде болсын. Бастысы ниет пен әрекет болу керек. Аспаннан түсе салатын ғажайыпты күтіп, алтын уақытыңызды жоғалтып алмаңыз. Жақсылық жасаңыз, бұл ең бастысы, өйткені осылайша сіз өз өміріңізді ғана емес, басқа адамдардың өмірін де жақсы жаққа өзгертесіз. Сізге шын жүрекпен алғыс айтылған кезде сіздің жаныңыз жеңілдей түскенін сезесіз бе? Адамның миы ризашылық алған сәтте қуаныш гормондарын шығарады. Сондықтан жақсы істерді жиі жасаңыз, сонда сізде керемет көңіл күй болады. Мен жақсы істерді ақысыз жасау керектігін айтқым келеді. Егер сіз жасаған ісіңізге қайтарым алмаған болсаңыз, бұл жақсы істерден бас тартудың уақыты келді дегенді білдірмейді. Альтруист болыңыз. Егер маңызды қайырымдылық шараларына уақытыңыз болмаса, күн сайын аздап жақсылық жасаңыз. Мысалы, сіз өзіңізге мақсат қойсаңыз болады. Күніне кемінде 3 адамға көмектесу. Таныс болсын, мейлі бейтаныс. Таңды жаттығудан бастаңыз. Таңмен таласып тұрып 5 км жүгірудің қажеті жоқ. 5 минуттық созылу жаттығуы жеткілікті. Бұл қарапайым жаттығу сізге күш береді. Мен тамақтанғанда саңырау және мылқаумын ережесін ұстаныңыз. Сауалнамалар көрсеткендей, басым көпшілік тыныш тамақтануды жек көреді. Барлығына не әңгімелесуші, не сериал қажет. Бірақ бұл тамақтану әдісі артық тамақтанудың және семіздіктің жиі кездесетін себептерінің біріне айналуда. Бір жылда өзгеріп салмақ жоғалтқыңыз келе ме? Ендеше үнсіз және мониторлардан алыс тамақтаныңыз. Жаңа таныстық. Танысу шекарасын кеңейте отырып, әлеуетті достар табыңыз. Бұл қызықты, танымды және сізді көпшіл етеді. Сонымен қатар, көптеген таныстардың болуы өмірдің барлық салаларына пайдалы. Шағымдануды тоқтатыңыз. Барлығы шағымданады, даяшыдан немесе табысты компаниялардың директорынан балабақша балаларына дейін. Сіз шағымданудан жалыққан жоқсыз ба? Иә, өмір сүрудің әр күні шайқас секілді. Бірақ бұл барлық адамдарға тән, бұл норма. Егер қиындықтар болмыстың табиғи компоненті болса, неге ашулану керек? Былай жасап көрейік. Таңертең тұрыңыз, айнаға қараңыз да өзіңізге күліңіз. Сіз мұны жасай аласыз. Ең қарапайым әрекеттердің қуанышын сезінуді үйреніңіз. Үйіңізді ретке келтіріңіз. Тұрғын үйде тазалық пен тәртіпті сақтау үшін күніне бірнеше минут жеткілікті. Үйді тиімді тазартудың ең маңызды ережесі қоқыстардан арылу. Қажет емес нәрсенің бәрін қайырымдылыққа беріңіз, достарыңызға таратыңыз, сатыңыз немесе қайта өңдеу орталығына апарыңыз. Күн сайын қажетсіз бір нәрседен арылуға болады. Қазір үйіңізді суретке түсіріп, бір жылдан кейінгі нәтижемен салыстырып көріңіз. Сізді тазалық, жайлылық, таза ауа және қосымша орын күтеді. Тамаша емес пе? Тазалау бұл сіздің ойыңызды тазартуға көмектесетін тамаша терапия. Мониторлардан демалыс күнін ұйымдастырыңыз. Қазіргі қоғам мониторларға бейім. Біз ноутбукты тіземізге қойып, теледидарға бір көзімізбен, ал екінші көзімізбен смартфонға қарап отыра аламыз. Ақпараттың көптігі бізге қысым жасайды, біздің миымыз шаршай бастайды. Интернетте шексіз жабысып қалудың арқасында біз өмірдің қалай тезі өтіп жатқанын байқамаймыз. Демалыс күні кідіріс жасап, демалыс алатын уақыт келді. Аптасына кем дегенде бірі телефонға тәуелділікпен күресуде ерік күшін көрсетіңіз. Смартфонның дыбысын өшіріңіз, поштаны тексермеңіз және жаңалық лентасын айналдырмаңыз. Демалыс күндерін компьютерсіз, теледидарсыз өткізіңіз. Бос уақытты пайдалы өткізе біліңіз. Табиғатқа барыңыз, достарыңызбен сөйлесіңіз немесе жай диванда жатып кітап оқыңыз. Алдымен сіз мониторға қарауға деген құмарлықты сезінесіз, бірақ уақыт өте келе бұл әдет әлсірейді. Білім деңгейіңізді көтеріңіз.
Өзін-өзі дамыту шексіз процесс. Курстарға жазылыңыз немесе өз бетіңізше үйде оқыңыз, тіл үйреніңіз, кітап оқыңыз, немесе экономика дағдыларын меңгеріңіз. Ең бастысы оқу және тағы да оқу. Күн сайын негізгі мақсатыңызға уақыт бөліңіз. Дәл қазір өмірде не қалайтыныңызды ойлаңыз. Кішкентай армандармен шектелмеңіз. Сіз нені қалайсыз? Соны қағазға жазып алыңыз және бүгіннен бастап арманыңызды жүзеге асыру үшін күн сайын қадам жасаңыз. Күніне кем дегенде 5 минут 1 жыл ішінде сізді арманыңызға жақындататын 30 сағаттан астам әрекет болады. Керемет емес пе? Ақырында біз сізге түбегейлі өзгерістердің ең маңызды құпиясын айтқымыз келеді. Сіз шынымен өзгерісті қалауыңыз қажет. Бұл өте қарапайым. Орныңыздан тұрыңыз және дәл қазірден бастап өміріңізді өзгерте бастаңыз. 1 жылдан кейінгі нәтиже сізді таңғалдыратын болады. Сәттілік тілеймін. Лайк басып, каналыма жазылып кетіңіз. Достарыңызға жіберіп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. 99 бен бірге даму.